Садақаның берген адам үшін пайдасы мен сауабы мол. Армысыздар, бүгінгі видеода садақаның сауабы мен пайдасы туралы айтатын боламыз. Арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Садақа адамға мейірімділікті, нәпсіні тәрбиелеуді үйретеді, әрі мал дүние мен жүректі тазалайды. Ал ақыретте сауапты амал жасау үшін мүмкін болған сәттен бергі садақаның сауабы жұмаққа жетелейтін болады. Пенде дүниеден озғанда, мал дүниесі жайында қиындыққа тап болып, жиған терген дүниесін артында қалғанымен сол үшін есепке тартылатын болады. Ал дүниесінен садақа берсе, есебін беру жеңіл болмақ. Өзгеге қол ұшын беру мен садақа берудің ең маңыздысы өз мұқтаж бола тұра барын бөліп беру болмақ. Кімде-кім адал жолмен тапқан табысынан бір құрмадай садақа берсе, Алла ол садақасын қабыл етеді. Содан кейін оны таудай болғанша, яғни сендерден біреуіңіз тайын өсіргендей, есіне барынша үлкейеді дейді. Жасаған жақсылықтарыңыз садақа болу үшін діни тұрғыдан 3 ерекшелікке ие болу керек. Біріншіден, мұқтаж жанға беру. Екіншіден, Алла разылығы үшін беру. Үшіншіден, берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс. Садақа берудің осы дүниедегі 5 пайдасы: мал дүниені тазартады, күнәларды өшіреді. Су отты сөндіргендей, садақа да күнәларды өшіреді. Садақа тәкаппарлықты жояды, ауру мен апаттан сақтайды. Науқастарды садақамен емдеңдер. Садақа әрбір ауруды және бәлекетті қайтарады. Садақа беруден асығыңыздар, өйткені апат садақадан оза алмайды. Мұқтаж жанды қуантады, ризықты арттырып, табысқа берекесін береді. Садақаның ақыреттегі 5 пайдасы: қияметтің үрейінен сақтап, көлеңке болады. Садақа қабір азабынан сақтайды. Қияметте иесін өз қамқорлығына алады. Тозақтан құтқарады. Жарты құрма болса да садақа беріп, тозақтан сақтаныңдар. Таразыда сауабы басым болады. Сырат көпірінен өту оңай болмақ. Дүниесінің есебін беруде жеңіл болмақ. Садақа беруде шамаңа қарап амал еткен жөн. Әбу Бәкірдің қызы Әсма: «Ей Алланың елшісі, жұбайым Зүбайырдың берген махрінен басқа затым жоқ. Садақа берейін бе?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз: «Шамаңа қарап садақа бер, дорбаның аузын бума. Алла сенің ризалығыңды буады» дейді. Егер садақа туралы видеомыз ұнаса, каналымызға жазылып пікірлеріңізді қалдырыңыз, және де достарыңызбен бөлісіңіз.